12 жасқа толған балаларға арналған. Құрметті көрермендер, А тобы бойынша 3-1 команда өз өнерлерін көрсетті. Енді Б тобының сәлемдесулеріне кезек берейік. Б тобының алғашқы командасы Жайдарман академиясынан келіп отырған жастарымыз Қызылорда жастар құрамасы. Мен түсінбедім жігіттер. Жақсы ойнап тұрық. Бүгінгі ойыннан ұшып кетіп тұрық. Сценарийдің қалай жазылған білесіңдер. Мына дәл осы сценарийді Қорқыт Кенжелігі 150 мыңға сұрады ғой. Бұны ойын біткеннен айтасың ғой? Қайлы кеш Қызылорда. Жігіттер, мына өзіммен жүріп атқан қызымды үстіне заявление жазып түрме отырып тастады. Неге? Дұрыс қой, әрбір жігіттің міндеті ағаш отырысы емес. Жігіттер, бүгін бізге салмақты ойнау керек. Бүгін Әділқазы алқаларына Әбу Насыр Серік ағамыз келіп отыр. Сенің тренинг жақсы екен, ә? Неге? Ту Нұрсұлтанда отқан Әбу Насыр ағамыз көріп қойды. Құрметті көрермендер, біздің командамен таныс болыңыздар. Бұл біздің командаға Ерасыл дымда фокус жоқ. Жігіттер оқуға түстім ғой. Қақа түстің? Педколледжге. Бұл біздің командаға Бекжан. Бекжан тек әлемде бір ғана жыныс бар деп ойлайды. Осы жігіттер байқайсыңдар ма? Біздің құралайшы қыз теке ма? Бұл біздің командаға Асылжан. Асылжан өте асықсыз адам. Жігіттер, пенсия қашан түседі? Бұл біздің командаға Дінмұхамед. Дінмұхамед өте кеш сөйлейтін адам. Жігіттеріменде екі жаңалық бар. Бірі жақсы жаңалық, біздің Әліби ағамыз жастар ресурс орталығының бөлім басшысы атанды. Бірақ бір жаман жаңалығым бар. Байқоңыр құрамасы 1-4-тен ұшып кетті. Жаманнан бастай бер. Бұл біздің командаға Ерасыл. Ерасыл сәл біртүрлі адам. Жігіттерім, әлемде ешкім істемеген нәрсені істедім. Не істедің? Әкемнің арқасын басып бердім. Оның қай жері біртүрлі? Дұрыс емес па, мен кесімнен бәседе жатыр ғой. Бұл біздің командаға Жалғас. Қойы, жақсынан бастасында. Ендеше ойынымыздың басын акушердің сөзімен бастаймыз. Бұл әлі басы ғана. Кетті! Тамашалаймыз. Ханның тойында тілек айтып тұрған уәзірлері. Ал мына Айгүл, Ханием, бақытты болыңдар. Червяктардың отбасында болған жағдай. Мама, папа қайда? Папаң балыққа кетті. Өз ісіне қатты беріліп кеткен мұғалім. Ал балдар, гидросфера деген осы енді. Апай, осын теңіздің түбіне кеп айту керек па Бұл сабақ қояты, келесі экзосфераны өтеміз. Елестетеміз достар, дүкенге келіп тұрған пингвиндер. Аға, сіздерде морозильник бар ма? Бар. Шәмәл ұйықтау ойынша. Қазақстан футбол құрамасы Франциямен ойыннан кейін раздевалкаде. Франция шықтен Бельгия қадамаса болды яқы. Тамашалаймыз достар, мектепте болған жағдай. Балдар жаңа нә жерге бар қойып едім қақты? Апоқ жеп қойды ағай. Апоқ? Саған берген кітап ше? 10 апоқ жеп қойды. Бүгін сабақта Сабыржан көрмейді, қақта ол? Апай, оны білмеймін, ауырып қалған шығар бүгін. Рахмет.
ойын соңында. Телефонның тарихын білгенше, еліміздің тарихын білейік. Нөмірімізде бірлік болғанша, елімізде тірлік болсын. Сіздермен бірге болған Қызылорда жастары. Болашақ Қызылорда құрамасы, рахмет. Сабыржан, өзің бір ауыз пікіріңіз білдірсеңіз. Мен бұл команданың ойыны 4-5 рет көріп тұрған шығармын. Осы 5 рет көргенде КВН-ді бірінші рет көріп жатырмын сіздердің орындауларыңызда. Алдыңғы ойындарға қарағанда шынымен өсім бар. Бір ұсыныс, КВН-де білесіздер ғой, сборная Снежногорска деген команда бар ғой. Осылай тұрады да, әр команданың мүшелерін таныстырады, ерекшеліктеріне байланысты. Сіздерде жаңағы чос дейді ғой, басындағы блок өте жақсы өтті, лично маған. Бірақ ары қарай миниатюраларыңыз, жеке әзілдеріңіз сәл слабылау болды. Может, сол Снежногорсктың стилін алып, басқаша киініп, басқаша адамдар әкеліп, мысалы сіздердің командада адам мүшелері өте көп басқа командаларға қарағанда, соны сәл пайдалану керек сияқты. Ал миниатюрадағы адамдардың санымен жалпы пайдаланылмай жатсыздар. Жалпы баға өте жақсы. Алдыңғы деңгейге қарағанда қазір қалған 3 командаға байланысты тағдырларыңыз шешіледі. Рахмет, Дәулет. Маған ұнады. Бірақ енді Жайдарман Академиясы деген үлкен атақпен келгеннен кейін мен бұдан да бір жоғары деңгейдегі ойынды күткенмін негізі. Жас балдар ғой енді. Өз деңгейінде маған ұнады. Жақсы авторлармен тағы жұмыс істеу керек сияқты. Рахмет. Парасат. Расында команда жинақы, команда ойын көрсетіп тұр. Тек әзілдеріңіз жақсы, бірақ тек әттегендай жерлері бар. Әзілдеріңіздің кейбіреуінің дәмі жоқ былайынша келгенде. Шамал ұштаңыздар, келесі жол. Маған ұнады. Күшті, жақсы, драйв, қозғалыс, команданың ойын бар. Барлығы күшті, барлығы әдемі болды. Енді бұл команданың ойыны Парасат кезіндегі сіздердің командаларыңыз сияқты кәдімгідей осындай болып барлықтарыңыз ақ көйлек, қара костюм, қара шалбармен тура осы Алматыда бір жақсы бір республикада үздік өнер көрсеттіңіздер ғой. Құдай қаласа сол сіздердің жолдарыңызды жалғайды деген ойдамын. Бірақ кез келген командада бір сондай бір ерекше адам болу керек. Ол адам көбінесе сол әзілдің түйінін, нүктесін қоятын адам болу керек. Ол команда сонысымен күшті болады. Былайынша айтқанда әр командадағы найзаның ұшы ғой. Сіздерде барлықтарыңыз жаңағыдай соңындағы әзілді айтып жүрсіздер. Сосын біз андай келесі әзілді кім күлдіреді, келесі кім айтады деп біз әрқайсыларыңыздан іздеп кетіп жатырмыз да. Сондай бір командадағы әр командада бір әзілдің нүктесін қоятын. Фронтмен дейді ғой. Сондай бір адам керек сияқты. Қалғанның барлығы күшті, барлығы жақсы. Рахмет. Рахмет. Талғат. Жігіттердің жалпы мектептен өткені көрініп тұр. Өздерінің ойнау стилі, бір-бірімен түсіністігі, ондай жағынан ешқандай кемшілік көріп тұрған жоқпын. Тек қана алдағы уақытта бір ғана ұсыныс, әзіл бағытында әлде де шамалы іздену керек деп ойлаймын. Біз сіздерден сондай бір жақсы әзіл күттік. Енді алдағы уақытта осы ойындар арқылы тәжірибе жинақтап, жақсы ойынды көрсетесіздер деп ойлаймын. Құрметті Қызылорда жастар құрамасы командасы мүшелері, енді Бақытбек ағамыз мақтады деп масайрап кетудің қажеттілігі жоқ. Алдағы сайыстарға өтіп жатсаңыздар, жақсы дайындықпен келеді деген үміттеміз. Әріптесіміз күтіп тұр сіздерді. Көп рахмет. Жайдарман Академиясынан құралған Қызылорда жастар құрамасының өнерін тамашаладыңдар. Жігіттер, көңіл-күй қалай? Күшті. Өте жоғары деңгейде. Өздерің ойнаған ойындарын көңілдеріңнен шықты ма? Сәл-сәл басым болып қалды енді. Әзілдері кішкене дұрыстау керек сияқты. Қазір енді ең жоғарғы балл, мысалы 4 ұпай. Осы ойындарыңа қарап, қандай ұпай аламыз деп ойлайсыңдар? 3-4 шығар сондай, 3-4 қай. Бөлтқан көреміз. Ең бастысы осы Әділқазы алқаларының арасындағы ардагер жайдарманшы Бақытбек Қарамырзаевтың көңілінен шықтыңыздар деп ойлаймын. Алдағы финалдық кезеңге өтіп жатсаңдар, сәттілік тілеймін. Жақсылап дайындалыңдар. Ары қарай Б тобының сәлемдесуін жалғаймыз. Келесі шығатын команда Жаңақорған ауданынан келіп отырған. Биылғы таңда республикалық бірінші лиганың финалына дейін жетіп, үздік өнер көрсеткен бірден бір команда.
Жаңақорған құрамасындағы ағаларынан озып кетеміз деген дайындықпен, қатты дайындықпен келіп отыр. Алдарыңызда Жаңақорған агротехникалық колледжі ЖТК командасы. Жыл ақсақалы, мынау конвертті ашпай жатып, әлбей басарыпты. Шақырамыз, құттықтайық. Жыл ақсақалы, Әліби Басаров! Құтты болсын! Нақты қай команда екен белгісіз? Әліби Басаров! Қарияларымыз аман болсын! Әліби ағамызды айтам да я. Жыл ақсақалын алды ғой. Алды ғой я жыл ақсақалын. Алды. Осы жыл ақсақал алғаннан кейін да осы футболдың ақсақалы Ибрагимовичке қатты ұқсайды осы Әліби ағамыз. Қай жер ұқсайды? Көрінген команда ойнай береді да ол да. Жайдарман капта ағайын, әсем мәңгі салайын, камераға қарада, әзіліңді хабарла. Сонымен достар, тамашалаймыз, жігітімен әлісіп кеткен логопед. Ей, қызым, не бол? Ей, қызым ау, не бол? Жігітін тастап кетті ма? Жігіттер, тоқтаңдар. Бұл сендерге 1-8, 1-4 ойын емес, еркекті тастайық енді. Шынында жігіттер, бұлай қарап тұрсақ, екі ойынды қалдырып кетіппіз ғой. Жігіттер сол екі ойын дегеннен жатына Қызылорданың өзі екіге бөлінеді. Былай қарап тұрсыңдар ғой. Левый, правый болып екіге бөлінеді ғой. Алысқа бұрмай-ақ қойық. Жайдарман каптың сақинасының өзінде. Екі жүргізуші ғой, ішінде біреу, сыртында біреу. Ұлан сен енді түсініп отырсың ба? Қазақстанда екі жүргізуші жүрмейтін. Еше ойымыздың басын Леви Берікте ешқашан болмайтын жағдаймен бастаймыз. Жігіттер, 4 жастады. Кеттік! Тамашалаймыз достар, ата-анасын қатты сыйлайтын бала тойда. Мынау тойшыл қауым акесін жақсы көретіндер сол қолдарымызды көтеріп отырайық. Анасын жақсы көретіндер оң қолдарымызды көтеріп отырайық. Асаба қуасың ба, аналарға қол көтерге болмайды ғой. Тамашалаймыз достар, қазақстандық әнші Қырғызстаннан ән ұрлауда. Сонымен достар, кез келген районда мақтанылмайтын аға болады. Сол мақтанылмайтын аға көшеде. Үнім кеше көшеде кетіп атам ғой кеп. Кеп 4 шкаф кеп маған тіреледі ғой кеп. Қойш, сосын? По жизни кімсің дейді. Терпе аламын деймін ғой. Сосын? Ләм дей алмай қалады кәдімгі дейді. Пытырайды ғой кәдімгі. Антарктидадағы отбасы. Жан, мен осы соңғы кезде байқап жүрмін. Арамыз суып кеткен сияқты ма? Біз Жаңақорғандық команда өзіміздің таудың етегінде тұрамыз. Таудың етегінде тұрамыз. Бізде осы алдың жолы егін деген көп шықты. Қарбыз деген көп шықты. Бірақ жаңбыр жауып, жел тұрып, тастар құлап, бүкіл егін жоқ болып кетті. Бірақ біз сол тастарды алып бояп-бояп, қарбыз қып сатып жүрдік. Түйін, тастан да ақша жасай білетін Жаңақорғандықтар. Рахмет, Қызылорда. Жаннатым Жаңақорған, жандары жайсаң. Рахмет, өте тамаша. ЖТК құрамасы бойынша, өнерлері бойынша қазылар алқасы Талғаттан бастайыншы бірінші. Тәкесі, не дейсіз? Жігіттер, жалпы енді ойында ұмтылыс бар, бірақ әлде де көбірек жұмыс істеу керек деп есептеймін. Команда болып, және де әзілдер барысынан сәл-пәл былайша айтқан кезде слабый болып жатыр. Сондықтан алда уақытта осы әзілмен және командалық жұмысты әлде де күшейту керек деп ойлаймын. Балдар жақсы, кәдімгідей өзінің орны қойылған, бірнеше рет сайыстарға қатысып, біраз өнер көрсеткен көрініп тұр. Жақсы, бұл жолы бірақ менің ойымша кішкене мен үлкен нәрсе күтіп қалдым ойдың. Өйткені жаңа хабарлаған кезде бірінші лигаға да ол өнер көрсеткен,
деген сияқты. Яғни сіздер бірінші лигада өнер көрсетсеңіздер, сіздер республиканың КВН-нің, республиканың жайдарманының сахнасын көрген азаматсыздар. Сондықтан сіздер жаңағы оқушылармен, оның алдында немесе өнер көрсеткен жас командалардан бір саты биік тұруларыңыз керек. Өнерлеріңізде, әзілдеріңізде сәл деңгейі жоғарырақ болу керек деп ойлаймын. Жол бірақ бірдеңе жетіспеді. Сәл аздау болып қалды ма дайындықтарыңыз. Келесіде бұдан да жақсы өнер көрсет деген ойдамын. Рахмет. Рахмет. Ары қарай. Парасат. Расында Бақытбек бауырым айтпақшы. Дардай хабарлағаннан кейін мына жерде дардай өнер көрсету керек. Келесі жолы Құдай қаласа жақсы дайындықпен келеді деген үміттеміз. Ашыла алмай қалдыңыздар ма? Бірдеңе жетпей қалды енді. Жақсы. Мүмкін мынандай сахнаға бірінші рет шығып тұрғаннан кейін қызылып та тұрған шығар. Мынандай бағдарламаға мүмкін ол да бар шығар. Сабыржан, не дейсіз? Келсем, негізі ойынның выходтан өздері сәл есеңгіреп қалды. Қалай бастайтын білмей қалды, сосын барып басында сәл сынып қалған сияқты. И ортасында анау өлеңден кейін сәл бүйтіп басталып отқан сияқты, бірақ одан кейін білмедім, құтталмай қалдыңыздар жігіттер. Бірақ игрок бар сіздерде, фронтменнің дауысы, дикциясы жақсы, команда есебінде барлығы сіздерде негізі идеальны қалған командаларға қарағанда. Бірақ дайындық сәл азырақ болды, әзілдер сәл слабыйлы болды, немесе өздеріңіз сәл сеніңкіремедіңіздер ме ойындарыңызға, келесі ойындарда жақсы нәтиже көрсетті деген ойдамын. Негізі мықты команда екендеріңізді білеміз ғой. Жақсы, аға продюсер. Киім бар, тамаша. Команда бар, стиль бар. Главный ойнайтын жігіттер бар, бірақ әзіл жоқ жігіттер. Сол жағын қолға алсаңыздар, қалған қатып кетеді деп ойлаймын. Өздеріңіздің көшбасшыларыңыз, ағаларыңызға Жаңақорған құрамасы Есқара бастаған, Асхат бастаған жігіттерге құлақ қағыс, жақсылап дайындаса. Рахмет. Рахмет. Құрметті ЖТК құрамасы жігіттер, сынбаңыздар. Енді бұл әлі кейін сіздерден кейін тағы да екі бірдей команда бар. Олардың өнері қалай болатын, оны алдағы уақытта көріп жетерміз. Бірақ енді қазылар алқасына келіспесеңіздер, оны келіспейтін болсаңыздар, келіспейміз деп нар жақтағы мен әріптесіме айтсаңыздар болады. Сол сәттілік сіздерге. Рахмет. Жаңақорған ауданынан келген ЖТК құрамасы менің жанымда. Әділқазы алқаларынан көптеген сын пікірді естіген команданың бірі. Жаңа Әділқазы алқаларының барлығы айтып жатыр, бірдеңе жетпеді, бірдеңе жетпей қалды. Өздері білмей отыр, не жетпей қалған, не жетпей қалды деп ойлайсыңдар? Тамақ жетпей қалды. Ойнап айтамыз, бізде енді дайындықпен уақыт жетпей қалған секілді. Уақыт жетпеді. Уақыт жетпей қалды, дайындық дұрыс болды, әзіл аз болды, өзіміз де білдік. Біздің команда негізі әр жерден құрылатын команда. Біз әр жерден балдарымыз, мен негізі Қызылорданың баласы, мына Жаңақорған баласы. Бірге қосылып дайындалуымызда қиындау, ойын алдында 2-3 күн қалған кезде, сондай кезде дайындалды өзімізде. Жаңада Әділқазы алқасындағы Дәулет мырза да айтып өтті ғой, киім бар, жігіттер бар, образ бар, енді әзіл болса өте керемет команда болады деп. Сондықтан да келесі ойында, алдағы ойындарда кереметтей әзілдер болады деген сенімдемін, жігіттер. ЖТК құрамасы командасы Жаңақорған аграрлы-техникалық колледжінің директоры Шәуенов Жомарт Абибуллаұлына өз алғыстарын білдіреді. Ары қарай сәлемдесуді жалғаймыз. Алдарыңызда еркін құрама QR командасы. Жайдарман кап. Жайдарман кап болғаннан кейін бірден жаңалықтардан бастайын. Айтшы. Мынау Қызылорда қаласының әкімі әйел кісі болуы мүмкін деген сыбыс бар. Қала әкімі. Облыс әкімі бізде білесіңдер әйел кісі. Әйел кісі, облыс әкімі. Қорқыт университетінің ректоры әйел кісі. Әйел кісі. Мынау ойлаймын да жігіттер. Мына Қызылорданың атын Қызылорда деп өзгере салу керек. Еліміздегі жаңалықтар қызық емес, шыны керек. Бір мұхиттың ар жағында жаңалықтар. Әлем мұхиттың жаңалықтары керек па сендерге? Анау Илон Маск бар емес па? Сол деген миллиардтап ақша бөліп Марсқа қала салайын деп жатыр. Марсқа миллиардтап бөліп. Не деген қияли адам, ондай қиялилер бізде де бар. Кім мысалы? Денсаулық сақтау министрлігі. Ол миллиард бөледі ғой. Біздікі тегін.
Абай атамыз айтады. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол дейді. Енді Абай атамыз айтқан 5 нәрседен қашық бол дегені бірінші вакцина салдырудан. Вакцина салдырудан қашық бол. Екінші жыныс ауыстырудан. Үшінші тикток түсіруден. Төртінші кефке қатысудан. Бесіншісі қалаулым қатысудан дейді. Мына 5 нәрсеге асық бол дегені. 5 нәрседен асық бол деген не жерде отқан 5 ағамызға асық бол дегені. Ендеше Әділқазы алқалары, біз сіздерді Абай атамыздың өлеңіне қосып, сіздерді бізде қайда қосу керектігін білесіздер. Құрметті достар, алғашқы әзіл денсаулық сақтау министрі Алексей Цой роддомда. Цой мырза, сізде қыз. Ұлғып аламыз. Шыңғысхан өзінің ең алғашқы әйелімен. Жанды, мен сен жалғыз ғана махаббатым ғой, Иә. Құрметті достар, өздеріңіз білесіздер, аюлар 1 жыл бойы ұйықтайды. 1 жыл ұйықтап, ұйқысынан тұрып жатқан аюлар. Ё-май. Не болды? Зараттың ас демей алған ғой. Қалтасында 50 теңгесі ғана бар жігіт дүкенде. Саламатсыз. Апа, қаншадан? 100 теңге. Анау? 80 теңге. Қасындағы ше? 50 теңге. Содан берінші. Абзалы компания басшысы Мағжан Ералиев үйінде. Бүгін бір күріш істеш. Кеше ғана күріш жедік қой. Бүгін Абай Дәулеткен істеш. Жігіттер, біз неше минут ойнадық? 2,5 минут. 2,5 минут ойнадық па? Мінейін айтатындар, 5 минут сөйлейді. Сіздермен бірге болған QR командасы. Рахмет. Рахмет, QR командасы, көп рахмет сіздерге. Көңілімізді көтерген секілді, құрметті қазылар алқасы, енді кезекпен оң жақтан бастап, Талғат сізден бастап, командаға деген пікірлеріңізді білдірсеңіздер. Жігіттерге рахмет. Ең басты маған ұнағаны қоғамдағы ең маңызды өзекті мәселелерді айтып өттіңіздер. Бұл енді қоғам арасында әлеуметтік желілерде жан-жақты талқыланып жатқан мәселелер. Және де мынау қазіргі замандағы 5 нәрседен, қандай нәрселерден қашық болу керек екенде әзілмен жақсы жеткіздіңіздер деп ойлаймын. Рахмет. Бақытбек. Мен тиктоктан қашық бол деп айтпас едім негізі. Неге? Қазір бүкіл әлемде осы тикток арқылы ақша тауып, миллиондап, миллиардтап ақша тауып бизнес жасап жатқандар, дұрыс бағытта пайдаланып бизнес жасап жатқандар бар. Тикток арқылы Америкада кәдімгі кофені, тағда басқа мықты осындай брендтерді жарнамалап ақша тауып жүрген қаншама адамдар бар. Ол енді кімге қалай деген сияқты ғой, кім қалай қолданады деген сияқты. Әлеуметтік желінің пайдалы жағы бар, зиян жағы бар. Пайдалы жағын қолданса пайдалы. Ал қалғанның барлығы күшті, жігіттер тамаша, әзіл бар, күшті ойнадыңыздар, бәрі таза, ешқандай артық әңгіме жоқ. Сәл тағы да, енді қалай деп айтсам болады, кішкене дауысты қаттырақ шығару керек жігіттер. Кейбір әзілдер естілмей қалып жатыр. Микрофонды кішкене жақын ұстап, мінекей осылай айтсаңыздар, мүмкін бәріне қатты шығар, бәріне естілер. Сол ғана, қалғанның барлығы күшті. Рахмет. Рахмет. Расында Жайдарман командасы жақсы, біраз көңіліміз көтеріліп қалды. Талғат бауырым айтпақшы, қоғамдағы негізгі өзекті мәселелерді әзіл қылып жеткізе білдіңіздер. Алған беттеріңізден қайтпаңыздар, сәттілік. Рахмет. Сабыржан. Рахмет. Енді жігіттердің біразын стендап программасынан көріп жүрміз ғой. Ол жақтағы сценарий жақсырақ деп айтайын, маған қарағанда. Бұл жерде енді саяси тақырыпты қозғау дұрыс, бірақ оны кейбір әріптеспен келіспеймін. Әзілмен жеткізу жағы под сомнением, негізі күмән
оны бәрін тізіп айтып шықтыңыздар, бәрін жақсы айттыңыздар, бірақ не жоқ, әзіл ол жерде болмады. Аюдың несі шуткасы өте қатты өтті, мысалы қазыларға да, халыққа да, бірақ қалған әзілдердің көбісінде оның не үшін айтылған, оның не үшін көрсеткендеріңізді түсіне алмадық. Күріш өтпеді ма сізге? Күріш өтті, абайда ол бар екен ғой. 2+ парит бар сіздерде. Бұл бірақ кейбір адамға өтпей қалуы мүмкін. Рахмет, негізі келесіде сценарийге жақсырақ мән берсеңіздер. Рахмет. Рахмет. Сіздер енді 100-ден жүйрік шығып осы сахнаға шыққаннан кейін барынша драйвты көрсетсеңіздер, ол кәдімгідей әсер етеді. Өтпейтін әзілдің өзін өткізіп жіберетін сол драйв, оны Әлби жақсы біледі өзі де мысалға, иә. Сол себепті бір редактурада жүргендей жүрсіздер де, бір сылбыр, баяу, барынша драйвпен болса, барлық тамаша болады деп ойлаймын. Маған жалпы ұнады команда. Рахмет. Рахмет. Құрметті QR командасы, сіздерге де көп рахмет. Мен әріптесіме барып, өз пікірлеріңізді білдірсеңіздер болады. Әділқазы алқаларының сын пікірінде, мақтау пікірінде естіген QR құрамасы енді осы жобада қатысып жатқан командалардың арасында кім қарсылас деп ойлайсыңдар сендерге? Әлекен? 5 жюридің өзі бір команда болып тұр ғой аяқта. Білмеймін, қарсылас полный, бірақ нелерін көрген жоқ, сценарийлерін қалай ойнайтындарын енді. Енді новыйдан стиль әкеліп ойнап жатыр енді. Егер бұрыннан келетін болса, ол Қазалы бар, Байқоңыры бар, Жатыкасы бар, бәрі негізі қарсылас ғой. Біз де қарсылас болғай соларға. Және ерекше өнер көрсеткен командаға 100 000 теңге ақшалай сыйақы береді. 100 000-ды өздерің ұтып алсаңдар, қайда жұмсайсыңдар? Форма аламыз, сосын осы ойынға не бүкіл взнос төлейміз. Қарызға жазып қатысып келатыр. Жақсы, ендеше 100 000 теңгені ұтып алуға тілектеспін. Құрметті телекөрермендер, Жайдарман Кап облыстық жайдарман сайысы өз жалғасын табуда. Келесі шығатын командамен таныс болыңыздар. Республикалық деңгейде Премьер-лига ойындарының үздіктері деп айтсақ та болады. Тек қана Қазалы емес, Қызылорданың намысын қорғап жүрген Қазалы құрамасы. Құрметті көрермендер, біз Жайдарман Капты қатты жеңгіміз келетін соншалық жұлдызды қонақ ретінде Әбу Насыр Серіковті шақырып қойдық. Бүгін Жайдарман даусыма не болды? Жайдарман Қызылорда. Дұрыстап айтам дегенің қайда? Қайырлы кеш Қызылорда! Бай болсаң балам. Қызылорданың жолдарын жөндеп, халықтың жағдайын жасап, сосын ең бастысы мынау девыға сет орнатшы. Жігіттер, Жайдарман Кап білгеніміз істеп отыр. Білгеніміз. Әділқазылар алқасын қараңдар, кереметтей жандар отыр. Керемет. Бақалөк ағамыз отыр сосын. Бақалөк ағамызды халық арасында лақабаты Бақытбек екен ғой? Халық арасында лақабаты Бақытбек екен ғой? Бақытбек. Түсінбедім. Ашлақо. Бақытбек. Құрметті достар, бұл Елдос. Елдос Әлби Басаров ағамызға қатты еліктейді. Ой, қашан еліктедім мен? Ставкім шықты. Құрметті достар, Қазалыдан келдік. Қазалыдан келгеннен кейін Қыдырәлі мен Қарақат жайлы айтпасақ, бізді кім айтады? Кім айтады оны? Қыдырәлі мен Қарақат жақында білесіңдер, 6-шы балаларын дүниеге әкелді. Қош, оларды жатпай деген, Жататын болып тұр ғой. Құрметті достар, жатпайды дегеннен шығады, Сабыржан ағамыз. Жатпай тұрмай, жатпай тұрмай? Қосы жастар ресурстық орталығының басшысы болды. Енді мына Сабыржан аға сізге қызметкерлеріңіз жайлы бірдеңе айтқымыз келіп тұр. Олардың қалай қызмет жасайтын сапасын біз білмейміз, бірақ теннисті айырат Құрметті достар, мынау Сабыржан ағамыздан бөлек Әділқазылар алқасында барлығы бір нәрсе ашып алған. Сабыржан ағамыз қалалық жастар ресурс орталығын ашып алған. Одан кейін Парасат ағамыз, Парасат зияткерлік мектебін ашып алған. Одан кейін Талғат ағамыз, Мағжан икан ашып алған. Талғат пен Мағжан не қатысы бар? Демесей оны өздері түсініп алған. Мына Бақалөк ағамыз мысалы. Бақалөк ағаның бір ашатын реті ғой негізі. Өзінің ауызы ашылып жүр. Нұрбат, не істеп жатсың? Тик-ток түсіріп жатырмын. Бұл Жайдарман емес жігіттер, Жайдарман Кап. Бұл жерде телевизионка кәдімгі. Ол жерде реклама айтуға болмайды, тик-ток деп айтуға болмайды мүлде. Оны басқа сөзбен ауыстырып тастайық. Мысалға бір абырой дейсің. Абырой. Нұрбат, не түсіріп жатсың? Абырой түсіріп жатырмын. Абырой түсіріп жатырмын. Қазалының 2004-тен бәрі абырой түсіріп жатыр деймін.
Сахнада бүгін абыройын түсіріп алудан қорқатын қазалықтар. Жалғастырамыз. Құрметті достар, алғашқы әзіл. Баласының тағдырына мүлде алаңдамайтын әке. Алло, әке қайда жүрсің? Мен үйленіп атқан жоқпын ба? Балыққа кетіп қалыппын ғой. Құрметті достар, мұндай да болады екен. Сан білмейтін тамада. Құдағи сапалақ. Құрметті достар, өте паленный снайпер. Әкім сіз ба? Иә, мен ғой. Сіз ба? Қашан минут тұрасыз? 1-2 минут тұрам. Ой, бұл. Өмірде неше түрлі адамдар болады. Жақсы көріп тұрып, жек көріп қалатын жігіт. Жан, ботам, атып тастайын ба? Тұрған жер. Құрметті достар, бүгін Қызылордада Жайдарман Кап алғаш рет. Сонымен елестетейік, 20 жылдан кейін Жайдарман Кап бір қызығы әділ қазылар алқасында қазалы құрамасы отыр. Рахмет, Дикай сөз беріп атқаныңа. Ойын күшті өтті негізі. Шынымен ойын керемет өтті кәдімгідей. Қызылорда жастар құрамасында ғана Қаратор жігіт жақсы ойнайды екен, тура Әлекең сияқты ойнайды екен баяғы. Енді ол кісі өзі көргенде қуанып қалатын беті мүмкін. Ол кісі кеткелі де біраз болды ғой. Әкім болғалы Жайдарманды қойды ғой. Енді мынау құрметті жайдарманшылар, сіздерге бір айтарымыз бар. Құрметті жайдарманшылар, бір ход керек. Ход жасау керек. Естеріңде ме? Бізде де қиын ойындар болды ғой. 4 адам болып ойнаған кездер болды. Сол кезде Әбу Насыр ағамыз шақырдық деп өтірік алдап ход жасайтын жан, чемпион болатын кезде естеріңде ме? Сондай ход жасап бір керек жігіттер. Және де жайдарманшылар үлкен өтініш, қатты үлкен өтініш, әзілдің соңын өтірік жаба салмайық. Әзілді әзілмен жабайық. Ары қарай енді марапаттау. Ойын соңында бүгін Жайдарман Кап өте жоғары деңгейде өтеді. Оған себеп әділ қазылар алқасында мысалы Талғат ағамыз отыр, Сабыржан ағамыз отыр, Бахалек ағамыз отыр. Сол үшін де Жайдарман сапалы, әділ, Бахалек ағамыз отыр. Сіздермен бірге болған қазалы құрамасы Қызылорданың рухани байлығы. Рахмет, қазалық жігіттер, сөздің ішіне керек көзімізден жас шыққанша күлдірді. Бізді әкім қылды ма білмеймін, әйтеуір. Дәке, сізге ұнадыған секілді. Өте жақсы ұнады. Жалпы драйвты бере алды ма сізге? Драйвты осы міне, дәл осы драйвтан енді алдағы топтардағы командалар түсірмесе деп ойлаймын өзім. Және де А тобын көрдік, Б тобын көрдік. Жалпы осы екі топтан менің ойымша ең бір үздік командалардың бірі осы қазалы құрамасы болды. Жігіттер, рахмет, дайындық көрініп тұр. Бар екендігі ең бастысы тағы да бір екеуіңізге бірдей костюм болса, екеуіңізде бірдей костюм бар екен, бәрі тамаша болып кетеді. Рахмет. Сабыржан. Дикайдың серый керек саған, тоже сол цвет жарасады. Шынымен де қызметкерлеріңіз теннис ойнай ма, тек қана жұмыс істемей? Біз бәріне үлгереміз. Өзім осы жастар орталықтарының қызметкерлерінің арасында өткізілген теннистен сайыстан екінші орын алдым сияқты. Облыстан, КВН-ге оралсақ, Жайдарманның шынымен де бүгінгі осы уақытқа дейінгі келе жатқан команда, ойнаған командалардың ең үздігі деп айтуға тұрарлық. Дайындық өте жақсы. Ең жақсысы залмен байланыс дейді, көрермендермен байланыс. Сіздер әдемілеп көсілдеп ойнап жатсыздар. Еркін, барлығы оңай, шынымен де бір Жайдарман жайлы соңғы әзілдеріңізде болды ғой. Ақыл айтатындай уровеньде, деңгейде ойнап көрсеттіңіздер. Сол үшін рахмет. Ең соңғы болып шыққандарыңызды ақтадыңыздар. Үздіктердің бірі деп ойлаймын. Рахмет. Рахмет. Қазалы құрамасы расында Сабыржан бауырымыз айтқандай, осыған дейін шыққан командалардың ең үздігі болып тұр әзірге. Амандық болса, бұдан кейін шығатын командаларда осы планканы ұстап қалады деп есептеймін. Мықты. Сөз жоқ. Рахмет. Бақытбек. Күшті.
барлығы әдемі, күлкілі, драйв та бар. Бағанағы осыған дейінгі айтылған қаншама командаға ескертулер айтылды. Солардың барлығын осы жерде жүріп, осылар естіп, содан бір нәтиже шығарған сияқты. Ол да мүмкін. Әзіл де бар, ойын да бар, айтатын әңгіме де бар. Ақұдайларға пысық қой енді бұлар. Тыңдап жүрген шығар бәрі. Осы жерде бақалек бар. Соны күшті болды. Барлығы үлкен рахмет. Тамаша, сәттілік жігіттер. Рахмет, Талғат. Жігіттер, үлкен рахмет. Залда көрермендерге және бізге жақсы көңіл күй сыйладыңыздар. Осы темптен түспеуге тілектеспін. Рахмет, Қазалы құрамасы, сіздерге де көп рахмет. Енді әріптесімізге бара берсеңіздер болады. Мархабат. Қазалы Компиттің отанынан келіп отырған Қазалы құрамасы өте керемет өнер көрсетті деп есептейміз. Әділқазы алқаларының көңілденінен де шықты, барлығы мақтап жатыр. Қалай көңіл күйлерің? Жақсы, өте күшті. Жігіттердің барлықтарының көңіл күйі жақсы деп ойлаймын. Жаңа айтып жатыр, редакторлық жұмыстардан алынып қалған әзілдерді ойнап жатыр дейді. Бұған не дейсіңдер? Оның ойнаған себебіміз залда көрермен Әділқазы күліп отқаннан кейін біз уже тағы да шуткілер ойнауымыз керек болды да, уже тағы да күтіп отты, өзімізге қызық деген шутканы ойнадық. Ол шутка өтпей қала ма деп ойлап едік, бірақ сол темппен өтіп кетті деп ойлаймын. Редактордан кешірім сұрадық ол үшін. Және бір сөздерінде айтып өттіңдер, Қызылорда қаласының рухани байлығы Қазалы деп. Неге? Енді біздің Қызылорда жалпы сырел жырел деп жатады, бірақ дегенмен де Қазалы, оның ішінде көптеген қаймақтарымыз дүниеге әкелген рухани бай, мұраға толы мекен, сондықтан да Қазалыны солай рухани байлығы деп атаған болатынбыз. Сосын мен бармын деп. Жақсы, енді финалдық кезеңге өтіп жатсаңдар, сәттілік тілейміз. Енді осы дәрежеден түсіп қалмаңдар, жігіттер, жарайсыңдар. Құрметті телекөрермендер, Жайдарман Кап облыстық Жайдарман сайысының жоғары деңгейде өткізуіне қолдау білдірген үшін арнайы облыстық жастар ресурстық орталығына, Жасутай жастар қанаты Қызылорда облыстық филиалына, ақпараттық қолдау білдіріп жатырған Қызылорда теле арнасына және де жастарымызға демеу болып, демеушілік жасап жатырған Сыр үміті жастар қауымдастығына үлкен алғысымызды білдіреміз. Олай болса, құрметті Қазалы алқасы, БТО бойынша командалардың өнерін тамашаладыңыздар. Енді әдеттегідей бір ұпайды келесі командаға қоя алмайсыздар. Түсінікті шығар деп ойлаймын, көрермендерге түсінікті деп ойлаймын. Бірінші болып бастаған Қызылорда жастар құрамасына деген ұпай сандарыңыз. Жатка құрамасы. QR командасы. Қазалы құрамасы. Құрметті телекөрермендер, облыстық Жайдарман Кап Жайдарман сайысы бүгінгі Б топтары бойынша сәлемдесулерін көрсетті. Үздік деп танылған командалар облыстық деңгейде жоғары лиганың үлкен кубок және кіші кубок сайыстарына жолдама алды. Оның алдағы уақытта көре жатармыз. Қандай кім чемпион атанатын, оны алдыңғы бағдарламада көре жатамыз. Барша көрермендерге және де қолдап келген барша жандарға Қазылар алқасына өз алғыстарымыз білдіріп, бүгінгі сайысымызды қорытындылаймыз. Көп рахмет.